Камера, внимание, мотор. Мен бастадым. Бәріңізге сәлем, менің есімім Арайлым Тұрысбек. Мен SMM маманымын. SMM саласында жүргеніме уже 1 жылға жуық уақыт өтті. Енді осы білімімді барлығын мен осы өзімнің YouTube каналымда неге бөліспеске деген ой келіп, сіздерге осындай видео жазып жатырмын. Бұндай видео форматта мен бірінші салып тұрмын YouTubeға, біраз қобалжулы состояние болып тұр. Бірақ өте уақыт өте келе мен біраз үйреніп кетемін деген ойдамын. Негізі бұл YouTube каналды мен ашқаныма жарты жылдан асты. Жарты жыл бойы деп айтпай қойын, но бастапқы кезде мен рецептер салып жүрдім. Рецептер салған маған қатты ұнайды. Өзім жақсы көремін, тамаққа қарай жақынмын, тамақ жасауға деген сияқты. Бірақ та қазіргі уақытта менде рецепт түсіруге деген мүмкіндік жоқ. Өйткені өзім жалғыз тұрамын. И сол тамақты жейтін адам жоқ. Поэтому осы алдағы жарты жылда рецепттер тағы да түсіретін боламын, бірақ оған дейін осы SMM саламды біраз дамытсам деймін. Мен Инстаграмда, Инстаграм өтетін болсаңыздар, мен Инстаграм если что, мына жерге тіркеп қоям, Арайлым Тұрысбек. Тіркеліп қойыңыздар. Бұл парақшамда мен блог қалай жүргізу керек, сторис қалай түсіру керек, Инстаграмды қалай дамыту керек деген сияқты пайдалы ақпараттармен бөлісемін. Тегін стористеріме кірсеңіздер, просто шыға алмай қаласыздар, гарантирую. Енді неге осы форматты, неге осы жаңағы саланы YouTubeға қысқаша видео сабақтар ретінде қазақша контентте түсірмеске деген ой келді. Сондықтан сіздерге мен күшті пайдалы ақпараттар беретін боламын. Менің каналыма тіркеп қойыңыздар, менің видеоларым ұнаса лайк, комментарий басыңыздар. Мұны сөзді мен ылғи YouTube блогерлерден еститінмін. Неге айта береді деп ойлайтын. Оказывается, вот почему. Өздеріңіз YouTube канал ашатын болсаңыздар, түсінетін боласыздар. Мен видеоларымды жіберіп алмас үшін колокольчикке басып, маған тіркеліп қойыңыздар. Мен сіздерге аянбай барлық білімімді, тәжірибемді беретін боламын. 45 минуттық, 1 сағаттық сабақтар емес, просто андай болады ғой, юмористичный, кішкене жеңіл форматта 3-4-5 минуттық қысқаша пайдалы видеолар болатын болады. Келесі видеолардан бұйырса барлығын түсінетін боласыздар, вообще қандай формат екенін. YouTube'дағы ең любимый каналдарыңыз болуға тырысамын. Осы видеоның астындағы комментарийға қандай видеолар түсірсем болады, қандай тақырыптарды көбірек қозғасам болады, қандай проблемаларыңыз бар сіздердің блог жүргізудегі, сол жақты проблемаларыңызды, тақырыптарыңызды осы комментарийға жазсаңыздар болады. Мен обязательно болашақта сол темалардан отталкиваться етіп видеолар түсіретін боламын. В общем, бұл видео типа таныстыру сияқты болсын, келесі видеоларда уже контентке көшетін боламыз. Барлығыңызға көп рахмет мені тыңдағандарыңыз үшін. Келесі кездескенше.